негізі білесіздер ме, жетістікке жететін адамның бойында бір қабілет болу керек. Ол қабілет негізі маңызды бір қабілеттің бірі да. Бірақ көп адам былай ойлайды ғой, жетістіктегі адамдар таңертең ерте тұрады, дұрыс тамақтанады, олар деген жаңағындай жүгіреді, деген сияқты сондай нәрселерді ойлайды да. Наверное, сөйтіп істеуім керек шығар деп, соны істеп бастайды, но істеп бастайды, бір 7 күннен кейін ол қалып кетеді. Кейде даже бір күннен кейін, бір кештен кейін, ертесіне уже басқа бір бургер жегің келіп тұрады, немесе 11-ге дейін қойшы, ұйықтайын, ештеңе етпейді деп ойлайсың деген сияқты. Мысалы, сіздерге бір мысал келтірейін осы нәрсені айтатын кезде. Например, жер лай қатты балшық дейікші жаңбырдан кейін. Бір адам болады, ол лайдың кепкенін күтеді. Қазір кепсін, сосын ештеңе етпейді, асықпай бара берейін деген сияқты. Екіншісі ойлайды, ой, неге асфальт төсемеген, мына мемлекет деген ақшаны жеп жатыр, немесе неге ана папандар төсеп қойған, көршілер не істейді, вообще емшыл емеспіз деген сияқты, сондай бір астынан кір іздейді да. Үшіншісі болады, үшінші адам, ол лай балшық болып жатады жер. Аяғына боти киеді, боти болмаса пакет киеді де байлап кете береді. Күтпейді яғни кепкенін. Және де жетістікке жететін адамдардың бойында дәл осы бір үшінші адамның қабілет, қасиеті керек деп ойлаймын. Яғни сен еш нәрсеге қарамастан, просто сенің Б точкаң белгілі болу керек, алдағы мақсатың. Оған қарай еш нәрсеге қарамастан жүру керек деп ойлаймын. Еш нәрсені күтпей, күшті күткен күтпей, өйткені жетістікке жеткізетін не нәрсе екенін бәріміз іштей білеміз. Мысалы, мен енді дәл қазір блог жүргізетін адам ретінде білемін, блогты күнде жүргізу маған жаңағыдай көбірек аудитория жинау, тағы бір нәрсе істеу деген сияқты да. Бірақ осы нәрсені білем, но егер мен ой, қазір үйім деген андай, балаларым кішкентай, тағы бір нәрсе деп ойлап өйстіп отыратын болсам, маған ешкім ештеңе бермейді. То есть өзім уақытын жоғалтам просто. Яғни жетістікке жететін адам еш нәрсеге қарамастан, анау алдындағы мақсатына қарай тіке жүріп, тоқтамайтын адам деп ойлаймын. Осы тоқтамау деген қабілет қана негізі көп осы біз білетін бай, успешный адамдарды нәтижеге жеткізген сияқты. Сен тоқтап қала беретін болсаң, сенің миыңдан да бір көп туандай, томындай деген сияқты бір сылтауларың көп адам болатын болса, яғни ол кезде сенде жетістік деген нәрсе қиын деп ойлаймын. Сылтауын емес, амалын іздейтін адам үнемі ұтады.